Құлсарыда әзірге ахуал күрделі. Үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев арнайы штаб өкілдерімен Құлсары қаласын әуеден бақылауда. Апат аймағынан кешелі бері 15 мыңнан астам тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Өңірдегі ахуалды әріптесім Нұрсұлтан Нұрсейіттен білейік. Нұрсұлтан, эвакуациялық жұмыстар қалай жүріп жатыр? Адамдар аман ба? Нұрсұлтан, тыңдап тұрмыз сізді. Армангүл, Жем өзенінен тасыған су елді мекендерді басып жатыр. Соңғы дерек бойынша 2500-дей тұрғын үйді, әкімдік ғимаратын, инфрақұрылымдық нысандар мен орталық стадион суда қалды. Күні-түні тұрғындарды эвакуациялау жұмыстары жүруде. Халық көршілес Маңғыстау облысының Бейнеу ауданына және Теңіз кен орнындағы вахталық қалашығына және Атырау қаласына көшірілуде. Оның 4000 бала тасқынға қарсы көмекке Құлсарыға облыс орталығынан 30 полицей мен ұлттық ұланның 80 сарбазы келді. Сонымен қатар Бейнеу ауданынан көмекке келген әскерилер де бұл жұмыстарға қолғабыс етуде. Арнайы мақсаттағы барлау полкінен 55 әскери қызметші осында Құлсары ауылына су тасқынына көмектесуге келдік. 5 периодында жұмыс істеп жатыр, үзіліс болған жоқ. Түнімен эвакуацияда қатыстық. Ең бірінші халқымызға көмектесу керек, ең бастысы. Сонымен қатар орталық ауруханадағы 70 науқас, 14 жедел жәрдем және де бірнеше автобустармен көршілес Бейнеу ауданына тасымалданды. Тұрғындар жергілікті билік органдарымен бірге бөгеттердің қоршауын күшейтіп, құм толы қап төсеп, өз үйлерін келесі тасқынның легінен сақтап қалу үшін жан таласып жатыр. Армангүл.